Құрметті әріптестер, бүгінгі күні жиналып отырған жиынымыз осыдан 17 жыл бұрын Әсия Ташанова, Алматы қаласының тұрғыны, осы кісіге мемлекеттен, осы кісінің немерелеріне, жетім немерелеріне мемлекеттен жер берілген болатын, 8 соттық жер берілген болатын. Енді 2015 жылы бұл кісінің жерін экс-әскери прокурор, бас прокурор Мирзадинов Ерғалидың туған бауыры Мирзадинов Жанасбек жалған құжаттар жасап, жерге сол жалған құжаттарды сот арқылы заңдастырып, жерін тартып алған болатын. Енді мен сіздерге айтып кетерім, бұл кісі 2020 жылы біздің редакцияға келіп көмек сұрады. Ол кісінің өтінішін ала отырып, біз өзіміз журналист ретінде журналистік зерттеу жасадық. Осы кісінің бүкіл құжаттарын алдық. Журналистік зерттеу аясында біз өзіміздің журналистік сауалнамаларымыздың барлығын мемлекеттік мұрағаттарға жолдап, сол жерден бүкіл құжаттардың бәрін шығардық. Бұл кісінің ісі бойынша 1,5 жыл журналистік зерттеу жасадық. Енді сол зерттеудің аясында өзіміздің журналистік зерттеуіміз, бұл жерде мен сіздерге өзіміздің жіберген хаттарымыз, мұрағаттан келген жауаптары бойынша Жексековтің атында ешқашанда жер болмаған. Осы дәлел фактілердің барлығын біз жаңағы бас прокуратураға ұсына отырып, ішкі істерге министрлігіне ұсына отырып, Адил Санжарға арызымызды түсіріп, сол кісінің қабылдауында бола отырып, Әсия Ташанова, адвокаты Усенова бірге барып сол жерге арызын түсірген. Сол арызы арқылы 2021 жылы Алматы қаласы Наурызбай ауданы полиция бөлімінде қылмыстық іс қозғалады. Жексековке қозғалады қылмыстық іс. Сол жерде сол қылмыстық іс барысында, тергеу барысында, ол жерде Жексеков өзінде жер жоқ екендігін айтады. Ол жерде жаңағы мұрағаттың қызметкері сол Жексековке сол жылдары берген құжаттарының барлығы дұрыс еместігінде, ол жаңағы мұрағаттың қызметкері де онда сол тергеу барысында өзі бәрін дәлелдеп айтып кетеді. Енді қазір мен сіздерге айтып кетерім, сонан кейін сол қылмыстық іс тергелгеннен кейін барып бас прокуратураға біз өзіміз журналист ретінде Әсия Ташанова зейнеткермен бірге барып өзіміздің өтінішімізді түсіреміз. Өтініштен кейін бас прокуратураның генералы Нұрпейісов біздің өтінішімізді қабылдап, өзінің қабылдауында болып, біздің ұсынған бүткіл дәлел фактілерін алып, ол кісілер 1,5 айдай тексеріп, содан кейін өздері протест береді. Протест бергеннен кейін, ол протест шыққаннан кейін протестті алып, біз жоғарғы сотқа келіп, сол жерге өтінішімізді тастап, жоғарғы соттың қайтадан қарастыруын өтінген болатынбыз. Енді алдыңғы өткен аптамыздың жұма күні мына Әсия Ташанова Алматыда болған, бұл кісі адвокатына табан астына кешкісін сағат 8-де бұл кісілерге хабарласып, жоғарғы сот өкілдері хабарласып, жұма күні соттың болатынын айтқан. Бірақ біз соттан кейін жаңағы сот бітті ғой кеше, бұл кісінің протестін отмена жасады жоғарғы сот. 7 судья өздері қарай отырып, жаңа сот біткеннен кейін біз барып нені көтерсек, бұл кісіге ешқандай уведомление бермеген, извещение бермеген, алдын ала хабарламаған. Содан кейін жоғарғы соттың жаңа өздерінің сайттарында біз қарай отырсақ, бұл кісінің соты болмаған деп сол жерде әлі ілініп тұр, қарастырылмаған деп. Енді ары қарай Әсия апай өзіңіз жалғастырыңыз, басынан бастап. Журналистер кішкене түсінікті болып кету үшін оқиғаның айта кетсеңіз. Басылды ма микрофон? Айналайын құрметті журналистер, осы менің кішкентай балаларыма жан күйер болып келіп, осылай ат салысып отырғандарыңызға Алланың алдында мен ризамын. Рахмет сіздерге. Енді менің шырылдағаныма 16 жыл болды. Менің өзі 16 жылда маған осы Мирзадинов Ерғали Серікбаевич военный прокурордың туған ағасы Мирзадинов Жанасбек Серікбайұлы. Телефоныңызды өшіріңізші. Өшіріңізші.
Маған 2005 жылы осы біздің Қазақстан Республикасында сіздер өздеріңіз білесіздер, жер қымбаттады ғой, үлкен бағаға жер сатыла бастады. Мен балаларымның әкесі өзі өте үлкен лауазымды жақсы кісі болды. Әкесінен 2 жаста әкесі соғысқа кетті. 5 жаста анасынан айырылып, детдомда өскен. Бұл балалардың әкесі жағынан ешкім жоқ болған, өте қорлық екен. Сол кісі жоғары политехті бітіріп, өзі лесодоставщиктен жұмыс істеді. Геологияда еш уақытта бізге жұмыс болмаған. Біз 24-25 жыл, мен өзім 27 жыл геологияда істедім. Ол кісі 23 жыл жер астында істеді. Оқиға туралы қалай болды? Сөйтіп жүріп, мен балаларыммен өте жас қалдым. Балам армияда еді, папасы қайтыс болғаннан кейін балам келді армиядан. Балам маған байланысты өте ерте үйленіп қойды. Органда істеді. Кесіз қалғаны бір жағында қалды. Мен титтай немерелеріммен қалдым. Содан маған детский инспектор Күләш Айтимова деген детский инспектор үйге келді, жағдайымды қарады. Қарасай ауданынан әкімінен комиссия келді. Сөйтті да мені Құтпанов Болат районный Қаскеленнің әкіміне шақырды. Мен сол кісілердің айтқан күніне бардым. Каменкінің, Көлбаев деген Каменкінің әкіміне жіберді. Сіз Қарана Каменкеге барсаңыз, сізге өйерде 96 жылы, мына Астана, ол кезде Астана болды ғой. Астанаға тастап кеткен үлкен бір мекеме бар деді. Өйерде плитасы мен, котлованы мен қалған үй жерлер бар. Бірақ үйлердің бәрі беріліп қойды. Сіз сол жерден 8 сотық жер аласыз балаларыңызға деп маған үкім шығарды. 4 адам келіп жерді өлшеп берді. Біз оны жаңағы қолдан жаңағы кесілген бөшкемен біз қоршадық. 3 кішкентай баламмен жаңағы Раушан өзімнің қызым, үлкен қызым, ол кезде үйленбеген еді. Жаңадан оқып атқан. Біз о жерді қоршадық. Бір жас мен бір үлкен свалка мусорды тазаладым. Сол жердің тірісі біледі. Мен тазалай берген сайын бұл шұңқыр бола бастады. Соның астынан тек жылан шықпады, бір терек шықты. Біз соны жаздай тазаладық. Соны санасам 74 блок шықты. Котлован болып шықты. Сонан кейін мен әкімге бардым. Мен мына кішкентай балалармен өзім жылап еңіреп жүрмін. Мен мына котлованды жасай алмаймын. Жағдайым жоқ деп ем. Апай, біз көмектесеміз, қорықпаңыз деді. Азаматтарымыз ғой, көмектесеміз сізге міндетті түрде деді. Маған шебенка түсірді, тас түсірді, жаңағы котлованды жан-жағын қоршап берді, сварщик келді. Сөйтіп жүріп, біз өз жерге терек ота орнаттық. Помидор салдым, кәршүке салдым, сәбіз салдым, чеснок салдым. Сөйтіп біз бірнеше жыл 2 бөлме саман үйден временкі салып тұрып аттым басында. 98 жылы бізді Алматы Ауызов ауданына бізді жіберді. Сіздер ауыстыңыздар Алматыға деп. Бірақ бізді Храпунов қабылдамады. Содан кейін біз елбасы Нұрсұлтан Абишевичке бүткіл халық жолды жапты. Түсіпбеков ол кезде прокурор болған Рашид. Сөйтті де бізге 2002-ден бастап ұлықсат етті. 98-ден 2002-ге дейін ұлықсат бермеді. 2002-ден бастап біз жаңа құжаттарымызға жүгіре бастадық. Мен толық кадастрымды алдым. Толық көк печатпен бүткіл документімді заңдастырдым. Сөйтіп жатқанда менің документім кадастрдан госактіге кетті. Полный жасадым. Төле дегеннің бәрін төледім, жүрдім. Ел жұрт болып, Төлеген Қалыбайш деген кісі бізде жаңағы Нұр Отаннан комиссия келіп, бізге Қазбек Нұр Отанның председателі болды. 2 адам бізге көмектесті. Сөйтіп жүріп, свет те жоқ, су да жоқ, жол да жоқ. Бірақ біз бәріне көніп, біз жасадық соның бәрін. Сөйтіп жүрген кезде осы мына депутаттарды жаңағы сайлаймыз деп жатты. Наурызбай ауданына Киселев деген Дариғаның қолдауымен, Назарбаевамен соны сайлайсыздар деді. Біз Алматыдан, Нұр Отаннан
Алжанов Төлегенді сайладық. Жақсы, Әсия апай, жаңағы Мирзадинов, иә, Сөйткен кезде, мен жаңа комиссияда жүрген кезде кешке жақын маған повестка тастайды екен. Мен прокурормын, Мирзадинов Жанасбек Серікбайұлымын деп повестка жатыр, жанындағы прокурор тағы бір бала. Адамдардың бәрі үйді салып, біз қоршап, ішінде адамдар жұмыс істеп жатқан. Сөйтіп 9-да мен бардым, прокуратура мен Әуезов ауданының мені қабылдады, председатель де қабылдады, тергеуші. Апай, документіңіздің бәрі заңды екен ғой, біз сізге не үшін повестка бердік? Жоқ қылам деді. Өз лауазыммен кетті деді. Сонымен 2006-да бұл Мирзадинов Жанасбек Серікбайұлы бұрынғы Мирзадинов Ерғали Серікбаевтың қарауында істеген Халиковке сотқа арыз береді. Жексековтің құқы ешқандай жоқ. Бұл документтің құқы жоқ. Мына Жармұхамбетованың документінің бәрі заңды деп шешім шығарып берді. Одан кейін мен Смолинге келдім. Жоғарғы сот надзорка маған шешім шығарып берді. Қараңыздаршы. Бұл жан таппай, жаңағы мына документінің бәрі заңсыз дегеннен кейін Жабагеевке келіп, УЗО-ға. Апай, слишком көп фамилиялар, біз оларды білмейміз. Қысқаша айтыңызшы. Енді қазір бұл жаңағы арендаға шығарып, арендары жойылды. Верховный соттың надзоркасымен Анатолий дегенге рахметімді айтып шешіп берді. Осымен біту керек еді. Бірақ Алматының соттары мынаның бәрін жоққа шығарды. Өздері қайтадан жан таппай, жаңағы шешімді қайтадан шығара бастады. Өтірік заңсыз документтің бәрін қазір түсіріп аласыздар. Барлығын заңды деп жаңағы Америк мөрін қойып, мені шырылдатты. Соның шешімі шыққан соң маған іс қозғады. Қылмыстық 3 іс қозғады. Бір іс өте заңсыз кіріп алды деген, біреуі сварка ұрлады деген, үшіншісін балалар білмеймін, есімде жоқ. Сөйтіп бұлар мені 1 жыл шырылдатты. Содан кейін жаңағы журналистер біле бастады. Жоғарғы соттың Қайрат Абдыразақ жаңағы мами білді. Сөйтті де бұлар 18 күннен кейін жаңағы менің қызымды қорқытқан. Егер де сендер жерден отказ бермесеңдер, шешеңді подвалдан өлігін алып шығамыз, жүрегі тоқтап қалды деп айтасыңдар деген. Мұның бәрін жаңа тергеуші әлгі мойындап берді. Мұның бәрі шындық. Сол қызым қорыққаннан жаңағы жазып берген соң аяқ астынан алып маған жаңа 3 қылмыстық істі жауып тастайды. Содан кейін маған жаңа Кубараков, Исаенко капитан, Жексеков, Мирзадинов, Ерғали, жаңағы Жанасбек Серікбайұлы, Лупасик машинеменен 149 деген номермен келіп тоқтағанын көрдім да, заборды ішіне мен бекіттім. Мен тұрып жатырмын ғой. Сонда Кубараков ана үлкен заборымнан секіртті, овчаркамды көрді, шошыды. Кіргіз итті деді. Кіргізбеймін дедім. Қарасам капитан полиция Гүлмира деген қыз тұр екен. Мен сол қызға погонымды сыйладым да есікті аштым. Сол күнгі мені қол жұмсағанын көрсеңіздер, мені чиедей қылды. Содан кейін көршілер скорый шақырғанда бұлар қашты. Мені скорый келді да, ертең мені Шердеков Амангелді деген полковниктің алдына алып барды. Мына не деген сұмдық деп, апаға не істеді мына капитанға, бола есікті ашқан екен деді. Содан кейін бұл жылады. Бізді Исаенко деген Азербайжан прокурор жіберді. Прокурорға жаңа врачым барды. Ол врачқа да айтты. Біз деген жаңағы мен қорқып дедім апаны деп. Ұр деп айтқан жоқпын, қорқып деп айттым деп жаңағы мойындады прокурор. Соныменен жаңағы іс қозғалды, қорқытты, үркітті, соқты. 15-ші жылы бізді описпен мен 9 миллион алғам. Соттың шешімі тұр. 9 миллионға мен дүниенің кірпішін түсірдім, швелер түсірдім, арматура түсірдік, уголок түсірдік, арматура түсірдік, 4 тоннадан астам семент түсірдік. Соның барлығын жаңағы тергеушілер суретке түсірді. Соң бір тергеуші келіп мені сілкіледі. Үш кішкентай жетім балам дейсің, мына материал қайдан келді саған деп. Мен айттым, маған Алла берді дедім. Мен енді оған кредит алдым деп айтқам жоқ, 9 миллион алғам. Бүткіл материалымның бәрін опис жасап, мені шығарып жіберді, қайтып кіргізбей қойды. Менің өз жердегі бірінші салған үйім бұзылды, екінші үйімде өзбектер, тәжіктер тұрып, ана менің бірінші үйі котлованың үстін жауып, жартылай жаңағы жасаған барлығы суретте тұр. Мен сіздерге әкеліп көрсетемін. Жаңа сот болған кезде сіздің үйіңізді Мирзадинов, Жанасбек, Кубараков екеуі не деп айтты?
кеше 9 судья, қазір мен фамилияларын сіздерге айтам, прокурор Ахметова Ләззат Мұратовна деген протестті қолдады. Протест заңды деді. Оған соттар жаңағы Мирзаке, Ғалымжан, Жарқынұлы мән бермей қойды. Ол кісі бүйтіп айтты. Біз қазір сотты Жексековтың арызы бойынша қаралып жатыр деді. Бірақ соңғы сот болады оларға деді. Бізде жаңағы Жармұхамбетова Сара Әзімбек қызы, бұл кісі де әйбат біледі. Бізде ол Жексековтың документі жоқ, мүлде болмаған. Оны мына кісі жақсы біледі, екінші судья. Ескендіров Исмайлов болды, Ноздрин Алматыда отырды, бұл кісі де біледі, оның документі жоқ екен. Ескендіров Асан жаңағы Қайруллаева деген ол да өндемей отырды. Жаңағы Боровиков Марина Геннадьевна кішкене акиматқа наезд жасады. Акиматтың адамы қалай айтылады? Менде служебный расследование тұр. Служебный расследованиеда қараңыздаршы, сіздерге мен қазір көрсетем. Мирзадиновтың мына бүткіл несін шығарып алған адвокаттарым жаңағы қанша атында үй бар екенін. Мынаны қараңыздаршы, мына масқара не деген сұмдық. Кассациядағы Бегалиева деген мына Мирзадинов Жексеков деп те жазады да, Гагарина 49 екінші квартира деп мына Мирзадиновтың фамилиясына жібереді. Мен содан кейін айттым, мына Кашкенбаев Гагарина 149 екінші пәтер деп Мирзадиновке жібереді, Жексеков деп айтады. Адрес Мирзадиновтікі. Бұл жерде жазады Кашкенбаев. Жармұхамбетованың атында земельный комитеттің шешімі бар, уведомление бар, заключениесі бар. Осыны сіздер алып тастамай, біз сіздерге госакты бермейміз дейді. Одан Абдрахманов жазады. Жексеков деп жазады да, Гагарина 149 екінші пәтер дейді да, жаңағы земельный комитет ол да жазады. Мирзадиновтың фамилиясына. Бұл шындық қайда? Бәрі оның бәрі жаңағы судья заверять етеді. Шындық жоқ. Соттарда шындық болмады. Бізді өте ақымақ санады. Кешегі мына Мирзаке деген Ғалымжан Жарқынұлы айтты. Біз Жексековтың ескімін қарап жатырмыз деп. Біздің протест қаралған жоқ. Біз деген министерство жаңағы ішкі істеріне документімізді заңдастырып, арызымызды алып, жаңағы не қолдайды. Наурызбай ауданы расследование жасайды. Расследованияда бүткіл өтірік документінің бәрі дәлелденді. Оны дәлелденгенде мына 3 документті жаңағы жасаған Шалгенбаева Ұзынағаштың филиал директорының филиалы жаңағы архивтің замы Шалгенбаева қашты, партия қол қойды. Документінің бәрі мына кісінікі деп. Бірақ жаңағы Сейт деген айтты, мен ошибочно, миым ашып отыр, білмей, мына Жексеков дегенде бүткіл тізімге кіргізіп қойыппын. Бірақ бұл кісінің ешқандай құжаты жоқ деп, жаңағы анықтама берді. Оның бәрін біз прокуратураға алып келіп өткіздік. Ешқандай құжаты жоқ деген. Прокуратураға осы журналистер менікі қатысты, белсенді. Сол кезде президентский аппараттан үлкен кісінің фамилиясын мен атамай қояйын қазір, келіп қатысты. 6 прокурордың жаңағы комиссиясы отырды, Нұрпейісов отырды. Біз шешеміз деді. Шешті. Оны деген даже білесіздер ма? Мына космоспен тексеріпті. Біздің шырылдап жүрген документіміздің бәрі анықталды. Енді Нұрпейісов деген адал прокурор ғой, генерал ғой. Генеральный прокуратура деген енді жаңағы Тоқаевтың жаңағы қазіргі Қазақстан Республикасының ел президентінің советнигі ғой прокуратура деген. Бұл деген надзор ғой халықтың. Осыны қалайша мыналар жоқ документті кеше мына 6-7 судья бар деп айтады да, а протесті жоқ деп айтады. Хотя прокурор Ахметова жаңағы Ләззат Мұратовна айтты, бұл кісілердікі заңды деп. Мен бұл кісілердің шешімімен келіспеймін. Кеше мен бардым, маған өкілі шығып айтады. Ашылыптың қолын протестке қойғызып келіңіздер, сіздер қайта қаралады дейді. Енді бұған ат салысыңыздар маған. 2019 жылы жаңағы Мирзадинов Ерғали, прокурордың туған бауыры Мирзадинов Жанасбек 2019 жылы өзінің әйеліне
сол үйді аударады. Қазіргі уақытта дейін сол Мирзадинов Жанасбектің әйелінің атында. Екеуінің атында. Күнде. Ол заңды түрде. Егер де оны тексеріп ашып қарасаңыз, оның барлығы Яғни апа жерінен айырылған? Айырылды. Ол жерде қазір кім сіздің үйіңізді сүріп тастады? Получается, сіз қайда тұрасыз қазір? Басқа жақта тұрасыз? Мен квартирада жүрмін. Мен сол үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа осы журналистердің ат салысқанына байланысты маған президенттен, генеральный прокуратурадан, жаңағы антикордың бастығы кім еді? Жақсы. Комиссия сұраймын. Осы балаларымның қайда тұрған, қандай жағдайда тұрған, неге мына қараңыздаршы, ситуационный планда, мына кадастрда, қазір мінекей, кадастрда Мирзадинов өзіне ауыстырып алады. Менде ситуационный план бар дейді, бірақ ситуационный планда мінекей Мирзадинов, Жанасбек Серікбаев, әйел екеуі жаңағы заңдастырып алды. Соған қараңыздар мінекей. Ситуационный план баяғы біздің атымызда тұр. Мынаның құжатының ішінде. Енді бірінші құжаты жоқ деген бүткіл документті қараңыздаршы. Міне Земкомнан қағаз берді. Бұлар алдап алып, финпол алды деп жоқ жіберген. Менің бүткіл жаңағы соттағы шешілген шешімнің барлығын умышленно жоқ жіберіп отыр. Ауызов ауданында соттардың шешімі жоқ. Бірақ менің қолымда бүткіл құжаттар тұр. Көк печатымен. Мен мына бүгін жоғарғы сотта Козловқа келіп көрсеттім. Ұстамаңыз, бірек қарап, енді бүткіл оригинал бар. Қайда шындық? Мына соттар кеше ойлады. Анаяқтағы документтің бәрі жойылды. Мен дәлелдей алмайды. Менің қолымда бүткіл қанша 18 соттың шешімі менде тұр. Надзор, апелляция, Астананың 2015-те бүткіл 6 соттың шешімі жоққа шығарды Қайрат Абдыразақұлы. Тумабеков, Архарова бәрі. Енді екі соттың шешімі тұр. Мәліктегі мен Сисенова өтірік документтерді жасаған. Сонда айтты жоғарғы сот. Правкомның шешімі бар ма жоқты. Біз әкеп бердік. Ал жоқ, не істейсіңдер бізге? Правком шешімі жоқ, ал мен бәрі шығарып беремін деді. Оның бәрі запись етті. Апа, жаңағы сізден тартып алған 8 соттық жерді жаңағы ол кісілер үй салып алды ма? Қандай мақсатта қолданды? Ол жердегі бірінші үйімді бұзды. Мен газетті әкеп беремін. Сіздерге ендігі жұмада әкеп бер десеңіздер, әкеп беремін оригиналын. Екінші үйім, үлкен үйім тұр. 5-те 9 іші деген жаңағы пластиковый терезе, ішінің барлығында отопление жүрген, есік терезесінің бәрі темірден жасалған. Маған кеше соттың үстінде Кубараков айтады. Еще жаңа котлованды жаптым, жартылай жасадым ғой. Жартылай кірпіште қаланған. Тағдыры не болды сонда? Енді бүйтеді. Сенің үйің бәрі қора деді кеше. Твой дом сарай деді. Мен айттым, Кубараков, Мирзадинов, Жанасбек, маған это мое царство дедім. Это мое царство дедім. Міне соттар мән бермей қойды кеше. Енді айтты, сіздердікі шешіліп қаралған жоқ протест. Протестте жаңағы Асановтың представлениясы жоқ. Уведомление жоқ, извещение жоқ бізге. Бізді шақыртқан жоқ, бізге жексекке бола шақыртып, еще менің протестімді жоққа шығарылды. Қандай қақылары бар? Генеральный прокуратураның жоққа шығаратын бұлардың қақысы жоқ. Жақсы, Әсия апай, соны кейін сіздерге айтып кетейін, бұйрық шығарылған жексектіктің атына қалай жері берілген. 1989 жылы директор Клинзавод Каменская Захарченко деген кісі 2 рет бұйрық шығарған болатын. Мына жерде қарап кетсеңіз, 2 бұйрықта 2 қол тұрады. Мына жерде 2 қол. Бұны біз дәлелдедік, бұны ішкі істер министрлігіне қылмыстық іс қозғалғанда сол жерге біз бұны ұсынғанбыз. Бірақ бұны ол кісілер мән берген жоқ, Захарченкоға ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ. Бұның поделка подписи екен туралы, ол туралы да оған мән берген жоқ. Соны тағы да айтып кетемін, Госстрой Казахский СССР кезінде берген бұл көшірмесі жаңағы Жексек Алтайға жаңағы енді жері сол кісінің атына деп берілді ғой. Берілгеннен кейін ол кісіге үй салуға рұқсат береді. Міне рұқсат қалай рұқсат береді? Егер де ол кісі атында жаңағы құжаттар, жердің құжаттары ешқашан болмаса да ол кісіге үй салуға рұқсат береді сол жерге. Бұны судья Халиков міне солар арқылы жерге рұқсат беру арқылы сондай тағы да шешім шығарған.
Соны кейін сіздерге айтайын, мына ситуационный планда мына зеленый участокта. Бұл жерде бұның барлығын біз өзіміз журналистік зерттеу аясында бұл құжаттардың бәрін шығардық. Архивтан бәрінен сұрастырып, мына жерде жердің, мына көрдіңіздер, мына жерде Жармұхамбетова мына кісінің қызына, осы қызында деген, мына жер осы жерде нақты көрініп тұр. Бұл жерде Жексековтің жері жоқ болмаған даже. Мына планның өзінде бұл жерде жаңағы мына көршісімен жаңа Жармұхамбетова екеуінің ғана жері тұрды. Жексеков мына жерде ортасында ол кісінің фамилиясы ғана тұр. Мен түсінгенде просто 8 соттық жер прокурор үшін неге соншалықты маңызды? Неге ол 16 жыл бойы сонымен күресіп келе жатыр? Ол жерде алтын бар ма? Немесе бір өзі тұрып жатыр ма? Жексековті, Мерзадиновтың бұл бірінші жемісі емес, Семейдің балаларын ішіп отырған қасығына дейін тартып алған ғой. Менің бауырым прокурор, қалтаңа наркотик салам, соттан Хамитов дегенде 4 жылға соттатып жіберген, Таугүлде жерін тартып алған. Жаңағы Семейдің 2 баласының жерін тоже тартып алған. Анау үш қыздары садақ өшірді. Бүгінгі күні біз журналистік зерттеу аясында біз тек қана Әсия Ташанованың өтінішін ғана қарастырмай, осы кісінің ісін зерттегеннен кейін, жаңа Мерзадинов Ерғалидің несін көтергеннен кейін, сол кісіге байланысты көптеген заң бұзушылықтарға барғаннан кейін, біздің жаңа редакцияға бұл кісіден басқа да азаматтар өтініштерін білдіріп жатыр. Жалғыз бұл кісінікі емес, ол кісілер сондай тәсілмен Алматы қаласында сондай шаруамен айналысқан екен, жаңағы ағасы сол кезінде әскери прокурор болған уақытта. Сол інісі, жаңа туған өзінің інісі Жанасбек сондай тәсілмен айналысқан туралы қазір бізге ақпараттар түсіп жатыр. Енді осы кісінің мәселесі шешілгеннен кейін басқа да осындай жерлер тартып алған туралы сіздер тағы да біздің журналистік зерттеуімізді сұрап отыр. Мен барлықтарыңызға өтініш жасаймын, атсалысып. Енді тағы да мен қосарым, кеше жоғарғы сотта мен өзім де қатыстым ғой жерде. Қатысқан кезде жаңағы судьяларға бүткіл дәлел фактілерді ұсынып отырса да, бүгінгі күнге біздің жоғарғы соттың судьялары, сол кезіндегі судьялардың барлығы заң бұзушылыққа бүгін барып отыр. Біз өзіміздің редакция тарапымыздан жаңағы біздің атымыздан президенттің атына хатымызды жолдадық. Бүгінгі күнге осы заңсыздыққа барып, заңсыз шешімдер шығарған дәлел фактілері бар болса да, сондай тәсілге барып отырған судьялардың бәрін қылмыстық жауапқа тартуын сұрап отырмыз бүгін. Біз хатымызды бас прокуратураға жолдадық, президенттің атына жолдап отырмыз. Мен дұрыс түсіндім бе? Бұған дейінгі шығарылған соттың шешімдері соттың архивінде жоқ, мына кісінің қолында бар. Мына кісі сотқа барып көрсетеді, менде барлық шешімдер бар. Жоқ, сотта бар. Бірақ судья Соттар мән бермейді. Бар, барлық дәлел фактілер мен айтып отырмын. Бүткіл бұл кісінің жаңа фактілерінің барлығы сотта бар. Сот ол фактісіз қарамайды ғой. Соның өзінде де бүгінгі күнге ол соттар оған мән бермей, жаңағы Мерзадиновтың Жанасбектің атына шығарып отыр шешімнің барлығын. Ал Жанасбек өзінің ол кісі қандай да бір фактілер ұсынып отыр ма екінші тарап? Ол кісі айтып отыр ғой, Жексековті қылмыстық іс қозғалған кезде, жаңағы Наурызбай ауданының ішкі істер бөлімінде қылмыстық іс қозғалған кезде бұл кісілер ешқандай құжаттарды ұсына алмады ғой. Жаңа архивтің қызметкерін де шақырдық қой. Архивтің қызметінің ол кісінің түсініктеме беруі бойынша, ол кісінің айтуынша, мен қателесіп, жұмыс көп болғандықтан мен қателесіп, бұл құжатты қате жазып бердім. Бұның дейді, жаңа мекен-жайын дұрыс жазбапты. Көрдіңіз ба? Ол кісінің өзіне қылмыстық іс қозғалып кетпеу үшін сондай ол кісі түсініктеме берді. Сол үшін қылмыстық іс ары қарай қозғалмай іс жабылғаны сол себептен бүгінгі күнге. Әйтпесе бұл кісілердің барлығы жазаға қылмыстық іске тартылуы керек. Судьядан бастап осы заңдастырған құжаттардың барлығын, азаматтардың бәрін мемлекеттік қызметкерлер, осындай заңсыздыққа барған мемлекеттік қызметкерлердің барлығын бүгінгі күнге жазаға тарту керек, үстінен қылмыстық іс қозғау керек. Қазір біз тағы да онлайн қатысып отырған адвокатымыз бар, адвокатымыз тарапынан. Сіздерге тағы бір кешіріңіздерші. Мінекей, жаңа Жексеков 88-ден 92-ге дейін істедім дейді. Өтірік екен, 4 ай істепті. Біз даже ведомстводан шығардық. Где все включено, да? Қосылып тұр ғой? Сәуле? Сәуле бар. Неге дауыс шықпайды? Микрофонды включите, Сәуле. Да, слышно. Да, слышно, говорите.
Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, Мартина. Добрый день, Илья Пай. Я, конечно, ошарашена тем решением, которое было принято Верховным судом Республики Казахстан. Оно совершенно не соответствует ни требованиям законодательства, ни, собственно говоря, той ситуации, которая на данный момент заявляется и декларируется председателем Верховного суда, который везде декларирует якобы об исполнении Верховного суда действующего законодательства. Хотелось бы отметить перед всеми присутствующими, что Даргач, вообще образец в действительности процессуального документа надзорного органа, когда надзорный орган полностью провел проверку всех доводов заявителя, то есть то, что пережила Сиапай, честно говоря, не приведи Господь пережить никому из присутствующих никогда, когда человек в интересах своих родных и близких обивает пороги уже, буквально уже практически десятилетия. Это совершенно ужасно. Я спросила буквально 2 года назад или год, когда мы были на приеме у Тамары Дусьеновой, вместе выезжали. Да. Все это время, спасибо Владимиру Шкамбаеву, также не оставляя Дусьенова в ее беде, постоянно сопровождает, освещает. Спасибо вам, журналистам, что не оставляете в беде человека, который профессиональную защиту, сопровождение, потому что действительно просто-напросто человек, который нуждается в помощи, действительно. И в этой ситуации Генеральная прокуратура встала совершенно на законных основаниях на сторону бедствующего человека, бедствующего от произвола судебной системы. Протест соответствует полностью всем нормам действующего законодательства. И в 2 словах, честно говоря, здесь уже подробно освещались все доводы протеста, можно сказать следующее. Что все, абсолютно все решения, судебные решения, вынесенные в пользу Жексекова, они основаны на отсутствующих документах. То есть в решении приводится ссылка на документы, которые априори отсутствуют вообще. Что представляет собой полный абсурд в действительности. К примеру, буквально 2-3 ссылки, не утомляя присутствующих, в приказе от 26 декабря 1989 года о закреплении земельного участка за Жексековым указано, что основанием предоставления земли послужило решение правкома от 24 октября 1989 года. Однако из ответа архива от 26 марта 2012 года следует, что в архивном фонде Каменского сельского совета народных депутатов Каскеленского района протоколы заседаний исполкома и документы к ним, решение правкома от 24 октября 1989 года о закреплении земельного участка на имени Жексекова отсутствует. О чем еще можно говорить тогда, когда документ о выделении земельного участка просто-напросто отсутствует в архивах. То есть его нет в действительности, и это общеизвестно. Получается, земельный участок выделен, и человек наделен правом обладать земельным участком. Я извиняюсь, конечно, да, речь идет, здесь, может быть, не все представляют, что такое земельный участок в Госсовете. Это сейчас довольно-таки дорогая земля, это Алмата. Да, в ту пору это был совхоз Каменский, хлебзавод и так далее, но сейчас это уже совершенно другие земли и другая цена, и, соответственно, поэтому, видимо, этот участок и понадобился противоположной стороне, скажем так, оппонирующей Сиапай стороне. Так вот, я еще раз отмечаю, что просто-напросто решения судов, вынесенных в пользу господина Жексекова, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. То есть они вынесены по якобы документам, которые отсутствуют в архивах. Более того, далее, также в архивных фондах не обнаружены индивидуальные решения о предоставлении земельного участка на имя Жексекова, коды земельного участка от 26 декабря 1989 года на имя Жексекова, на который беспрестанно ссылается та сторона и суды, вынесшие решение в пользу. Разрешение на строительство 20 марта 1990 года, план застройки земельного участка. То есть эти решения просто отсутствуют в архивных фондах.
Соответственно, таким образом могли быть приняты судебные решения в пользу Жексекова, когда отсутствует документ. Ссылка суда на архивную справку Государственный архив Алматинской области от 29 сентября 2015 года несостоятельна, так как в ней указано решение исполнительного комитета Кемского районного совета народных депутатов от 90-го года о разрешении Жексекову строительства новых жилых домов, сносе аварийных построек и пристроек к существующим домостроениям на территории района. То есть это просто говорится о том, что Жексекову разрешено строить дома. Дома, жилые постройки, сараи, все что угодно, но не говорится где. И это совершенно не свидетельствует о том, что ему участок какой-либо предоставляется. Это лишь всего лишь разрешение на строительство. Таким образом, было решение о разрешении строительства, а не о предоставлении земельного участка, что свидетельствует о том, что суд не дал надлежащую оценку всем вышеизложенным обстоятельствам и не принял во внимание подлежащие применению нормы права. В действительности все это так, поэтому... Можно вопрос, Сауле? Я извиняюсь. Журналисты хотят задать вопрос. А вот вчерашнее заседание Верховного суда, оно окончательное или есть возможность все-таки подать апелляцию? Вы знаете, проблема в том, что все, скажем так, исчерпаны возможности в действительности. То есть в данном случае есть только возможность пересмотреть этот вопрос по представлению председателя Верховного суда. Но как нам всем известно, председателю Верховного суда совершенно попасть невозможно. Люди там спят неделями на полу, на пороге Верховного суда лежат, никто не попадает и представления не вносятся. Вообще в последние времена под председательством Масанова создалась какая-то совершенно невыносимая ситуация, когда вот такие простые люди, как Асия Апай, просто-напросто не могут добиться даже аудиенции, не говоря уже о представлении. К сожалению, пройденный протест генерального прокурора был отклонен, но мы сейчас еще до сей поры не получили, я не присутствовала по объективных причин, и у нас нет еще непосредственно постановления Верховного суда, но в данном случае оно может быть пересмотрено только по представлению председателя Верховного суда. Удивляет то обстоятельство, что почему-то Верховный суд находит все основания удовлетворить, допустим, протест по Рускалиеву, снять там аресты с многомиллионных или там даже счетов, да, а в данном случае вот в Асии Апай такой заботы Верховного суда проявлено не было. Причем заботы в законном порядке. То есть Верховный суд в последние времена занят крупными проектами только. Если посмотреть дела, которые пересматриваются Верховным судом, то это все очень такие крупные дела, либо это какие-то обначки, ну если взять в уголовном судопроизводстве, то это либо будут наркосбытчики, либо это будут обначки с многомиллиардными, опять же, ущербами для государства. Но да, такие люди, как Асия Апай и прочие пострадавшие от, значит, скажем так, несовершенства нашей судебной системы, они не могут пересмотреть свои дела и честно пробиваются. Благо, что есть Генеральная прокуратура вот в том новом, скажем, виде, в котором есть сейчас она, которая вот за таких людей вступается. Но, к сожалению, вот в данном случае мы все видим, что абсолютно законный обоснованный протест, причем это очевидно даже для дилетанта. Любой человек, который прочитает этот протест прокурора генерального, он прекрасно понимает, что мы все прекрасно понимаем, что нельзя вынести решение и выдать человеку землю без отсутствия надлежащей документации. Но это произошло по решению судов, по незаконным решениям судов. И прокурор внес протест на эти решения, ну, в окончательном виде, да, там предшествовало очень много решений, как говорится, в окончательном виде на это решение суда, однако он был отклонен по надуманным основаниям совершенно. Поэтому сейчас можно уповать только на представление председателя Верховного суда, которому невозможно. Ага, все, спасибо, Сауле. Пожалуйста. Ағыдай мен сіздерге қосып айта кетейін. Кеше мына Асия Апайды шақырып алып жоғарғы соттың өкілі шықты ғой. Жоғарғы соттың өкілі шыққан кезде бұл кісіге қазір айтып отыр, протесттеріңізде жаңа нөпиіс, мынау тек қана мынау алдындағы сопроводительное письмоға ғана нөпиіс
қол қойған мына генерал. Енді сіздердің мынау протестке бұл жерде Асыловтың қолы жоқ дейді. Бас прокурор Асыловтың қолы жоқ. Иә, сол Асыловтың қолын сіздер қойдырып келсеңіздер, онда біз қайтадан қарастырамыз деп отыр. Міне кеше ғана осы кісіні барған кезде сөйтіп шығарып отыр. Соны енді бұл кісіге айтқан болдым, енді қатыстық қой. Ол жерде мен өзім барған кезде жаңа видеофиксация жасайын, соттың өтіп жатқан сотты түсірейін деген кезде маған рұқсат берген жоқ еді. Тек қана диктофонға жазып алыңыз деді. Енді бұл кісі барып өзіңіз арызданып, сол видео нені шығарыңыз, сот туралы деді, бұл кісіге видеоны бермеді. Бермейміз деп. Сіз арызын тастайын десе де, бұл кісінің арызын қабылдамапты. Оны қалай түсінуге болады? Түсініксіз қазіргі бүгінгі күнге түсініксіз болып тұр енді. Мінекей документтердің бәрін түсіріп алуларыңызға болады. Мен бұл соттың шешімімен мен қолдамаймын. Бұны Асановтың Асановпен өзінің апелляцияның бастығы қатысқан жоқ. Бұл өтірік документтердің бәрі заңды деді, жоқ документі заңды деді. Бар документпен бұлар қайтадан қарастырылуына мен Тоқаевқа Қазақстан Республикасының ел президенті не осы шырылдаған даусымыз жетер ме екен? Осы кішкентай балалардың заңды документін заңсыз деді, жоқ документін бар деді. Апа, балалардың жасы нешеде қазір? Еш уақытта жұмыс істемеген адамға бұнда неге береді документ? Мінекті түсіріп алсаңыздар болады. Папа съемка деп мерзаден Жанасбек жазады. Әсепай, сіздің жеріңізді тартылғанда балалардың жасы қанша деді? Мен соны кеше сот қойды ғой, қанша деді. Алды 9 жаста, 10 жаста болған, 6 жаста болған, 3 жаста болған. Енді мен жерімді бермеймін, документім бәрі заңды. 9 миллион алдым, өз жерде менің бүткіл құжатым бар. Заңсыз құжатты Асанов қарағанша, мен Тоқаевқа үлкен сіздердің арқаларыңызда, үлкен лауазды адамдардың арқасында мен шыға берем, мынаны қайда қарасын. Представление Асановтан жоқ, уведомление Асановтан жоқ, шақыру қағазы жоқ, кешке жақын 3 сабақ күні, среда күні шақырып, пятница күні сот, Жексековтың ескісімен қаралды. Біздікі қаралған жоқ. Қазір, Әсия жаңа сіздер сұрақ қойып кеттіңіздер ғой, неге бүгінгі күнге жаңа Мирзаденов Жанасбек ол үйге жабысып отыр, неге ол кісілер миллионерлер ғой, неге күндері сол үйге қарап қалып деп отырсыздар. Мен сіздерге айтарым, бұл кісінің балалар жетім қалған уақытта мемлекет ол жаңағы Алматы қаласында емес етін, ол жер. Кейін 2015 жылдары ол Алматы қаласына ол жер кіргеннен кейін, сол уақытта енді жердің құны өседі ғой, Алматы қаласы болғаннан кейін. Бүгінгі күнге ол жердегі біз өзіміз барып түсірім жасаған уақытта ол үйдің жанындағы көршілер, ол үйлердің жанында өңшең жаңағы прокурорлар, басшылар, жаңағы 2 этажда зәулім үйлер тұр екен. Бүгінгі күнге жақсы район таза, ауасы таза, сонда жақсы район болғандықтан бүгінгі күнге олардың күресіп осындай заңсыздыққа барып отырғаны сол себептен. Ол кісінің құны бүгін 300 мың, 400 мың доллар тұрады. Өздері үй салып алды ма жаңағы жерге? Бұл кісінің қалған материалдары бұл кісіге берді ғой. Қатлағаны болды, 9 миллион теңге бұл кісі кредит алды. Сол кредит алғанға бұл кісі материал сатып алды. Сол қалған материалын бұл кісі ешқайсысын бермеген. Сол кісілер ары қарай сол осы кісінің материалын пайдаланып тағы да үй салып алған. Өздері тұрып жатыр еді? Өздері жаңа 2019 жылы Мирзаденов айтты ғой, жаңа Мирзаденов Жанасбек туған бауыры Ерғалидың әйелінің атына 2019 жылы аударып қойған. Қазір өздері тұрып жатыр. тұрып жатыр, ол кісілердің мүддесін сонда кім қорғап отыр, осыншалықты жоғарғы сот не істейтін, қалай ол кісінің мүддесін мен сіздерге айтып кетейін. Жаңағы кезінде соттың шешім шыққан судьялардың көбісі Ерғали, жаңағы Мирзаденов Ерғалимен бірге жұмыс істеген прокурорлар. Бұрынғы прокурорлар кейін судья болып кеткен. Сол прокурорлардың кім деген прокурор болып жұмыс істеген? Бұрынғы трансферный прокурорда Мирзаденов Ерғали Серікбаевич Алматының прокуроры болды ғой, кетірен республиканың жоқ, судьяларды айтыңызшы. Сол кезде Самодинова, Амиров, Сартаева, Төлегенов, Мәліктегі, Мақперов, бәрі бұрынғы прокурорлар. Бәрі қызметтес болған. Солардың бәрі енді қорқады. Заңды шығарып берген соттарымды жұмыстан шығарып жіберді.
Можете немножко на русском языке пояснить? Хотя- Я не совсем понимаю, вот, Ага. на каком основании вот получили вы участок, на каком основании он пришел просто... Орысша берешь? Мы участок я получила на законном основании. Я все кабинеты прошла, государственные. Но у них нету документов, вообще нету. Копировальной бумагой это все доказано. Но я, ладно, прощаю алматинских судей, они бывшие прокуроры. Хотя эти фамилии все будут фиксироваться, дойдет до президента в любом случае. Благодаря Аллаху и вам. Теперь, смотрите, почему Верховного суда 7 судей закрыли глаза на фиктивные, вообще нету документов. Почему они их подтверждают? Там сидит Мирзадинов, Кубарака выступает. Все мои документы, протест есть. Там, знаете, министерство МВД, расследование судов. Нету документов теперь. Архивный документ подделанный деген. Протест нам дали на законном основании. Это же Генеральной прокуратуры, не шутка же. Они через космос это все сняли. Не, ну получается, они к вам пришли и говорят, вот этот участок Да, земли, да, он да. относится к государству, правильно, или как? Нет, нет, Ой, вот нет. этого, Нет, Нет, какой нет, имеет право такого, да? брать мои участок Мирзадинов? Что ему не хватает? Я не отдам свой участок. И не уступлю. Я буду до конца бороться. У меня дети же. у На меня имя дети. Джексекова не Да. было ни одного документа. Они каким-то образом через архив получили документы, каким-то образом получили, и этот документ узаконили, через суд узаконили. Это судья ну, зафиксировали, написали просто печать. прийти, сказать, это мой участок, все. Кстати, он же Вот просто решение получается, суда. копии Решением суда он документов, сделал. Он копии документов принес. Копий документов даже нету. Они, видите, сделали через копировальный. Это все доказано. Поделали просто подписи, получается. И подписи нету. Нету. Вы смотрите, какие документы. Это же вообще невозможно. Надо этих судей судить. Смотрите, и он устраивается на работу в 89 году в Каскелен строителем участка, ну, на строй участок. Он пишет, что с 88 по 92 год работал. Он не работал. Вот все архивные документы предоставили следователю, что он проработал какие-то месяца. Опять же, фиктивные, сфабрикованные, обманным путем они взяли вот это, пишут, но один суд не обращает на это А какое внимания. отношение имеет, что он работал? То есть, получается, тот, кто работает в Каскелене, имел право брать участок? Вот это же Мирзадинов же, он То есть же он везде все подделывал, получается? документы все подделал Мирзадинов Жанаспек. всё понятно. Смотрите, когда он устраивался, Захарченко колом Карамзырша, а в приказе, который он получает, где его эта бумага? Вот вам доказательства. Вот смотрите, план застройки, копировальная. Автотвод, смотрите, белая бумага, они заверяют о мерах, поэтому они вот пишут, что документы... Смотрите, вот если вот эти все, вот, ну, вы доказываете вот все, Верховный Ну суд... мы почему- доказали. Да, я понял. А почему Верховный суд тогда принял другое решение, не в пользу вас? Верховный суд исследовали, меня надзорная есть Смолина, что документы у него фиктивные, нету основания на этот, нам удовлетворили. Ну, алматинские суды, бывшие прокуроры, заново вот это все уничтожили умышленно. У меня все документы есть синей печатью. Разве можно решение судов это уничтожать? Какое они имеют право? То есть вы до Верховного суда дошли, а Алматинский суд не стал исполнять решение Верховного суда. И заново начали делать, да? Когда вы выиграли Верховный. Мы Это в каком доказываем, году? у меня в 2015 году все 15 4 решения отменено. Осталось только Малик Тега, который незаконные документы выносит постановление. И это постановление утверждает Сисенова. 2 у меня осталось всего решения. Мы все решения отменили. Полностью отменили. Мы доказали. Но почему Верховный суд, вот эти 7 судей, на все закрыли глаза? Но вот это Мирзат Галамджан сказал, мы сейчас проводим суд по иску Жексекова. Наш еще не проверяли. Почему они на эти незаконные, нету документов, опять выносят решение?
Этих судей надо судить перед народом. Они же слуги народа. Почему они вот так действуют? Если я беспомощная, если я с сиротами сижу, разве можно издеваться? Я не буду отступать. Я свой участок не буду им давать. Мирзаденову что не хватает? Он вот в решении суда есть. Смотрите, я вам оставлю. Он сносит мой дом первый и говорит, тут зафиксировано. Я думал, это курятник, потом или туалет. На вчерашнем суде говорят, это ваш второй дом стоит, это сарай. Это для меня царство, это дом моих детей. Это же издевательство. Оларды Құдай көрсетеді оларға. Они и руки распускали. Я вчера все доказала. Я говорю, Кубараку, возбуждайте уголовное дело. Мирзаденов, Жанаспеку, возбуждайте дело. Жексеку вас никто не слушает. Они закрыли глаза, убежали. 7 судей. Даже, знаете, ответ нам не дали. В 2015 году, когда на вас напали ночью, когда в своем доме, вас избивали люди в масках, да? Нет, я открыла дверь, там была капитан полиции Исаенко. Ага. Я вчера на Верховном суде же доказала же. Все 7 судей, прокуроры слушают, и все молчат. Представляете? Вас кто бил тогда? Кубараков, Жексеков сбежал. Как он бил? Нет, Я вся в синяках была, я это все экспертиза у меня есть. Қазір Әсия апай қосып кетейін, ол туралы бізде бүгін фотосы болмады, бірақ бұл кісіні жаңағы Жексековтың адвокаты Кубараков Руслан деген бұл кісіні сілтілеп ұрған, бұл кісіні ұрған, бірақ ол жерде полиция қызметкері болған. Полиция қызметкері бола тұра, олар бұл кісіге қол жұмсаған. Ол туралы біз өзіміздің жаңағы өтінішімізді ішкі істер министрлігіне өткізген болатынбыз. Ол кісілерге де ол мәселені айтқан едік. Бірақ жаңағы сол Исаенко Гүлмира деген бүгінгі күнге дейін полиция қызметінде жұмыс істеп жатыр екен. Ол білдік біз, бірақ ешқандай шара қолданбады. Тағы да ол жазылған өтініш жылы жабылып кетті бүгінгі күнге. Менің бүткіл материалдарымда 35 ешқандай өзі полиция қызметкерлері сол жерде қарай сол жерде бола тұра, жаңағы Кубараковтың бұл кісіге қолын жұмсап жатқанын көре тұра, ешқандай шара қолданылмаған, бұл кісіні полиция қызметкеріне апармаған. Жаңа көршілер айқайлап шулап сол жерге келген уақытта ол кісілердің бәрі өздерінің көліктеріне отырып қашып жөнелген. Олар қашты, скорый помощьтың 2014 жылы болды, сентябрь айында. Ол кезде неге әрекет жасалмады деп отырған сұрағыңызға мен сізге айтып кетемін. Ол кезде прокурор Мирзаденов Ерғали ағасы отырды ғой, туған ағасы. Інісі отырды, сол себептен ол жерде ешқандай енді прокурор надзорный орган болғаннан кейін ол кісілер жаңағы полиция қызметкерлерінде өздеріңіз білесіздер ғой, тырп еткізбейді. Сол себептен істің барлығы сөйтіп жылы жабылып кетіп отырған. Алматының прокуроры енді шығып жатыр. 30 жылдан кейін осы мәселенің бәрі шығады. Маған жаңағы судьялар айтты, Мирзаденов Ерғали Серікбаевичқа барыңызшы, бүткіл құжатыңызды алып приемға деп. Мен келдім, бірақ мені Мирзаденов Ерғали Серікбаевич қабылдады. Бүткіл құжатымды көргенде айтты ғой, басқа жер сұраңызшы, документіңіздің бәрі заңды екен деп. Мен айттым, сіз маған алып беріңіз сондай жерді. Маған болмайды деді. Ертең шулап кетеді деді. А мен бауырыма ештеңке істей алмаймын. Ол сондай деді. Әсия апай, осымен енді конференциямызды аяқтайық. Егер де сұрақтарыңыз болса, онда қоятын сұрақтарыңыз бар ма?